2022 жылы халық сайлауымен түсіп, өз ауылыма әкім болдым. Президентіміздің жаңа осы ауыл әкімдерінің арасындағы диалогына қатысып шықтым. Сол жерден біздің президентіміздің айтқан көптеген мәселелері көңілімізге қонды. Оның ішінде қазіргі таңда әкім мәртебесін көтеру мәселесі қолға алынып, нақты үкіметке тапсырма берілді. Сонымен қатар көптеген қордаланған мәселелердің бірі салық мәселесі. Өзіміздің аумағымызда жүріп жатқан басқа мекемелер сол елдің жұмысшыларын пайдалана отырып, сол елдің қазба байлықтарын пайдалана отырып, сол салықты басқа жерге төлеу мәселесін нақты шешіп, сол жерге түсу мәселесін анықтауды тапсырды үкімет басына. Сондықтан да ол бізге үлкен көмек. Қазіргі таңда ол біздің ауылымыздың дамуына көп үлес қосады деп есептеймін. Сонымен қатар жергілікті жерде, ауылдық жерде жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлердің соларға көңіл бөлу мәселесінде президентіміз сол жерде көтерді. Сол нақты 5 тапсырманы тапсырды. Айтылған нақты тапсырмалары 100% жүзеге асады деген үміттемін. Шалқар ауданы бойынша жер көлемі бойынша 4-ші орынды алып тұрған округпыз. Қазіргі таңда барлық аудан бойынша мен мақтанып айтылатын жағдай біздің ауылымызда су, свет және әлеуметтік нысандардың барлығы бар. Оның ішінде 2018 жылы 12 шақырымдық орталықтандырылған кәріз жүйесі салынды. Сонымен қатар ұялы байланыс жақсы жұмыс жолға қойылған. Сонымен қатар бізде спорт кешені салынды. Осыдан 2 жыл бұрын 4 көше асфальт жабындысы төселді. Сонымен қатар балалар ойын алаңдары, қосымша Есет ауылына елді мекеніміз бар. Қосымша бізде соған салынды. Айшуақ ауылдық округінің орталығы Бегімбет ауылына да балалар ойын алаңы салынды. Қазіргі таңда халықтың әл-ауқаты көтеру бойынша көптеген жұмыстар жасалынып жатыр.